Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Отан ТВ биліктің емес, халықтың қызметіне арналады. Қасым-Жомарт Тоқаев билігіне деген сенімсіздік күннен күнге ұлғайып келеді. Жаңа өзгерістерді, әділетті қоғамды сарыла күткен халықтың көкейінде мазасыз сұрақтар көбейді. Болашағымыз 30 жылғы Назарбаев дәуірінен кейін де бұлыңғыр бола бастағандай. Ақорданың идеологтары не ойлап табар екен деп емес, батылда нақты іске көшуді президенттің өзі бастау керек еді. Жарымжан халықты бір серпілтудің жолы әділетті шынайы жаңа Қазақстан құру. Ал қалың бұқараның көзі ашық, көкірегі ояу, өз ойын ашық білдіруі соңғы кездері біздің билікке ұнамай қалған секілді. Жыл басында Тоқаев диван сарапшыларын кекетіп еді, енді тәуелсіз журналистерге тықыр таянды. Елді тонап, бар байлығын қалтаға басқандарға жүрмейтін заң әділеттілікті ту етіп жүрген азаматтарды жазалай алады. Біздің елде солай емес пе? Егер алдағы уақытта масс медиа туралы заң жобасын қабылдар болсақ, бұл сөз бостандығын тұншықтыру деген сөз. Журналистің ақпарат тарату құқығын шектеу. Барлық журналистер мен азаматтық қоғам белсенділері осы заң жобасын талқылауы тиіс. Ертең кеш болады. Күніміз баяғы Қазақстан ұлттық арнасы мен хабардың тілшілеріне, сонымен қатар Ақордаға сатылған белсенді сымақ журналистерге қарайтын болса, онда сол Назарбаевтың сүрлеу жолы қайта жалғасатын болады. Бұл істі кейінге қалдыруға болмайды. Осы саланың өкілдерінің бірі болып табылатын Думан Смақов былай деген болатын: бүгін бір топ журналистер, құқық қорғаушылар болып, Алматы және Астана қалаларында бір уақытта 2 пресс-конференция жасадық. Мақсат не? Мақсатымыз Қазақстанның шынымен ақпараттық тәуелсіз болуы, Ресейден көшірілген заңдардың қабылданбауы, президент мырзаның сөз бостандығы мен адам құқықтарының апокалипсисіне назарын аударту. Үкіметаралық комиссияның журналистерді қудалап, ашса алақанында, жұмса жұдырығында ұстап, қызметімізге шектеу жасап, тіпті тыйым салатын нормаларды қабылдатпау. Бұл тек тәуелсіз медианың ғана емес, бастарына күн туғанша мемлекетшіл болып, үн-түнсіз ақшасын алып отырғандардың да, министрлік пен заңды ақтап пост жазып жатқандардың да алаңдауы тиіс жағдай. Ертең заң қабылданып, қолымды мерзімінен кеш сермедім болмаса игеді. Ал енді шулы заңның бірінен бірі өткен бірнеше ғана бабына тоқталайық. Масс медиа туралы заң деп аталатын жобада мемлекет пен мемлекеттік органдардың журналистердің алдында жауапкершілігінен гөрі журналист жұмысын қадағалау, оны реттеу мен жазалау қарастырылған. Шынтуайтында мемлекеттік органдар халықты бақылаушылары емес, оның салығына жалданған қызметкерлері екенін ұмытып кетсе керек. Бір заң аясында бірнеше жаңа органдар құрып, олар журналистерді тырп еткізбейтін болмақ. Қыл аяғы этикалық нормаларды реттеп, оған бағынбаған тентектерді тәубесіне келтіредіміз. Ол қандай тәубе, ол қандай жаза? Біз әлі социалистік я диктаторлық режимдегі елміз бе? Әуелі мемлекеттік органдардың сұмдық мақтап жатқан пресс-картасына тоқталайық. Әріптестерімнің алданып отырғанда осы. Карта туралы айтқанда Түркияны мысалға келтірді. Расында бар, бірақ біздің сүйікті министрлік Түркияның осы картаны енгізгеннен кейін халықаралық ұйымдардың сынына қалғанын, журналистерге шектеу мен репрессияның артқанын неге назарға ілмейді? Бәлкім бізде де сөйтпек шығар. Пресс-карта деген не өзі? Әлгінде бір әріптесім бізді блогерлерден ажырату үшін керемет депті. Бұл қай сасқаны? Қызметтік куәлікті әр редакция береді емес пе? Пресс-карта бізді блогерлерден ажыратушы емес, біздің қызметімізді шектеп, аяғыма салынған тұсау, мойнымызға тағылған қыл арқан. Журналистке берілетін әлеуметтік жеңілдіктер дегені тағы бар, бірақ мұның да түбіне түскен ешкім жоқ. Тағы бір әріптесім жеңілдетілген ипотека депті. Керемет шығар, бірақ картасымақсыз үй алып жатқан қанша журналист бар? Олар Алматы жастары, Астана жастары, 7-20-25 деген сияқты жалпыға бірдей бағдарламалар аясында үй алып, алды кіріп үлгерді. Журналистке карта тек 1 жылға беріледі.
тентек болсаң тартып алады. Жұмыстан шығып қалсаң 3 айда жұмыс тауып орналасуға міндеттісің. Онымен қоса карта алу үшін кемі 3 жыл мен 5 жыл тәжірибең болуы керек. Общым айта берсең көп. Тағы бір мәселе, журналист арнаулы режим кезінде мақаланы мемлекеттік органдармен келісу керек, содан кейін ғана шығара алады. Өзім бұл жерден Екібастұздағы жағдайдың ізін көрем. Әлде бір шенеунік журналистер әсірелеп жіберді деп еді. Бүгін олар Конституцияның 20 бабын бұзғалы отыр. Цензураға тыйым салынған, бірақ жап-жаңа Қазақстанның үкіметі бұдан бейхабар сияқты. Сонда қалай болғаны? Ең сұмдығы, жаңа заңның әр бабына, әр тармағына журналистерді қалай репрессиялап, сөз бостандығын қалай шектеу керек, тентектерді қалай бағындыру керек, президенттің айтқанын қалайша саботаж жасау керек деген тақырыптарда диссертация жазуға болар еді. Әріптестерге айтарым, ойбай, олар бүлікшілер дегенше заңды ашыңыз. Әр бапты, әр тармақ пен тармақшаны мұқият оқыңыз. Бұл біздердің болашағымыз, халықтың аманаты. Аманатқа қиянат жасау дұрыс еместігін өздеріңіз де білесіздер. Шыны керек, осымен 3-ші министр болып жасап жатқан заң тым репрессивті. Дәл осы қалыпта қабылдау Тоқаев мырзаға деген сенімсіздікті арттыруы ғажап емес. Бұлайша айтқанда, мен не деймін, домбырам не дейді. Айтпақшы, назар аударатын тағы бір мәселе. Біз Тоқаев мырза жиі айтатын ашық диалогты таңдап келдік. Қазақстан Республикасының ақпарат және қоғамдық даму министрлігімен бір үстелге отырып, бір зумға кіріп, үнімізді естіртуге тырыстық. Бірақ бәрі зая. Осыдан барып қоғамды дамытқысы келетіндердің шын мақсаты не екен деген сұрақ туындайды. Барша әріптесті үн қосуға, президентке бірге үндеу жасауға шақырамын. Сілтеме комментте. Дархан Қыдырәлі мырза, сізден алып қашпай емес, нақты жауап күтеміз деген болатын Думан Смағов. Халайық, сіздерді ақпараттандырып отырған тәуелсіз журналистердің құқығы маңызды болса, міндетті түрде пікір білдіріңіз. Өздеріңізде жақсы білесіздер, соңғы уақытта елімізде тәуелсіз журналистерге жасалған қысым бұрын соңды, яғни 30 жылғы билікте де болмаған шығар. Тек әрине Алтынбек Сәрсенбайұлы ағамызды айтатын шығарсыз. Бірақ одан кейінгі жағдайларды еске алайық. Ал бір жылдың ішінде, яғни 2023 жылдан бастап, Думан Мұхаммедкәрім, Михаил Казачков, Әйгерім Тілеужан, Сандуғаш Дүйсенов сынды елге танымал тәуелсіз журналистердің басына қара бұлттың үйірілгенін көріп жүрміз. Тіпті әлеуметтік желіде олар туралы ақпараттар шелде естуде. Бұл жағдайлардан нені аңғаруға болады? Масс-медиа туралы заң қабылданар болса, онда расында елімізде тәуелсіз журналистерге сөз бостандығына шектеу қойылады деген сөз. Бұл президенттің арнайы тапсырмасы ма, әлде оның айналасындағы шенді шекпенділердің жасап отқан әрекеті ме? Түсініксіз. Төмендегі комментарийге пікір қалдырыңыз, каналға жазылып, қолдау білдіруді ұмытпаңыз.